Values. Құндылықтар. Бірінші тапсырма. Look at the celebration quiz. Complete from 1 till 6 with 6 of the words in yellow from the quiz. Келесі бетте берілген квизға қараңыз және сарымен берілген сөздерді қолданып 1-ден 6-ға дейін бос орындарға мағынасына қарай қойыңыз. Celebrations quiz. Қандай сөздер берілген қарап шығайық. Eat, жеу. Get presents, сыйлықтар алу. Play, ойнау. Decorate, безендіру. Sing, шырқау. Drink, ішу. Dance, билеу. Cook, пісіру. Celebrate, тойлау. Have a party, кеш өткізу. Make, жасау. Wear, кию. Біріншісі, dance a waltz, вальс билеу. Wear football boots, футбол аяқ киімдерін кию. Үшіншісі, sing a song, ән шырқау. Төртіншісі, decorate a street, ауланы безендіру. Cook burgers, бургерлер пісіру. Celebrate a wedding, тойлау. Екінші тапсырма. Work in pairs to the celebrations quiz. Then listen and check your answers. Жұптық жұмыс. Celebrations quizін жасап, тыңдап, жауаптарыңызды тексеріңіз. During Eid, some people don't eat and drink. Айт кезінде кейбір адамдар ішпейді және жемейді. Жауабымыз in the day, яғни күндіз. In Mexico, they make these sweets for the Day of the Dead. Мексикада бұл тәттілерді өлгендер күніне орай жасайды. This is a didgeridoo. They play this instrument in Australia. Бұл didgeridoo. Олар бұл инструментті Австралияда ойнайды. When you have a party for your birthday in Britain and the USA, people sing Happy Birthday. Ұлыбритания мен ақш құрама штаттарында туылған күн кешін өткізгенде, адамдар туылған күн әнін шырқайды. In the USA, there is a special day called Thanksgiving when people cook turkey. Ақш құрама штаттарында алғыс айту күнінде адамдар көрге тауық пісіреді. For the new year, people decorate streets and houses with red in China. Қытайда адамдар жаңа жылға орай көшелерін және үйлерін қызыл түсті заттармен безендіреді. At Carnival in South America, people dance the samba. Оңтүстік Америкада карнавалда адамдар самба билейді. In India, there is a festival called Holi when people celebrate color. Индияда түстерді тойлайтын Holi деп аталатын фестиваль бар. At Christmas, in many countries, people get presents. In Britain and the USA, people open their presents on 25th of December. Көп елдерде адамдар Рождествоға сыйлықтар алады. Ұлыбритания мен ақш құрама штаттарында адамдар сыйлықтарын 25 желтоқсан күні ашады. Үшінші тапсырма. Choose the correct combinations of verbs and nouns.
етістіктер мен зат есімнің дұрыс комбинациясын таңдаңыз. Біріншісі, people celebrate Christmas. Restaurants make pizzas. I wear shoes. We decorate our houses. My cousins dance salsa. I get presents on my birthday. Dördüncü тапсырма. Complete the key phrases with words from the quiz. Берілген фразаларды квизде берілген сөздермен толтырыңыз. Яғни, көмекші сөздерді қойып шығуымыз керек. Біріншісі, on New Year's Eve, жаңа жыл кешінде. At Christmas, Рождествода. At Carnival time, карнавал кезінде. Бесінші тапсырма. Talk about your activities on special days. Complete the sentences using key phrases and yellow words from the quiz. Арнайы күндерде не істейтініңіз туралы әңгіме өрбітіңіз және квизда берілген сармен белгіленген сөздерді қолдана отырып сөйлемдер құрастырыңыз. Мысал ретінде берілген сөйлемдерді көріп шығайық. On my birthday, I get presents and have a party. I wear my favorite dress. My mother cooks special food. I decorate my room. Осы секілді сөйлемдер құрастырып жазыңыз.